Сәлем қыздар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қарапайым заттардан ерекше дәмді болып шығатын салаттарын көрсететін боламын. Лайк басып, каналымды қолдап отырыңыздар. Алдымен менің қолымда рулет бар, дүкеннен сатып алған дүкенский рулет. Осыны ұсақтап тураймыз. Мен салатымды формаға жасаймын. Ол үшін маған осындай форма керек. Тарелкаға осылай орнатып алдым. Енді осының ішіне осылай сала беремін. Астыңғы жағына жібереміз осылай. Бетіне майонез жібереміз. Жиегін қиып аламын. Жұмыртқамызды да ұсақтап турап салатымыздың бетіне саламыз. Менде мында листья бар. Листьяны әбден жуып, кептіріп алдым. Осыны ұсақтап турап салатымызға қосатын боламыз. Листьяны пайдаланатын кезде әбден жуып алыңыздар. Бұны да салатымыздың үстіне салатын боламын. Бұның үстіне де майонез жіберетін боламыз. Помидор қосатын боламыз. Бұны да ұсақтап турап аламын. Бетіне помидор салам. Терканың майда жағынан сырды өткізіп алам. Сырды салғаннан кейін де үстіне майонез жібереміз. Қыздар, менің салатым дайын болып қалды. Формасын сәл осылай көтеріп қойып жатырмын. Қазір осының үстіне наннан сухари сіріп салатын боламын. Қазір жұмыс барысында көретін боласыздар. Ол үшін маған осындай батоннан керек. Кубиктеп кесіп, маринадтап пісіріп аламын. Осылай ұсақтап турап аламыз. Нандарымды осылай ұсақтап турап алдым. Енді ыдысыма сұйық май құйып, қызарту үшін паприка салатын болам. Кез келген приправа қоссаңыздар болады. Кішкене тұз салам. Үстіне чеснок өткіземіз, терканың майда жағына.
жасаған маринадымды осылай араластырып алып жатырмын. Табаға құйып, қыздырып, осыған кесіп алған нандарымды пісіріп алатын боламын. Макты да қызып тұрған табаға салып, бір қуырып аламыз. Қуырып алған макты салатымыздың бетіне саламыз. Салатым дайын болды. Міне осылай шықты. Ертеңгі салатым қандай болғанын қалайсыздар? Комментарийге пікір қалдырып кетсеңіздер болады.